біздің халықтан деп айтуға болмайды, бірақ бізде байқайсыздар ма, мен бір нәрсені білгенім, өзін-өзі алдайтын сондай бір психикалық бір құбылыс бар біздің халқымызда жалпы бетті. Сосын біздің ресурсымыз, жаңағы байлығымыз көп. Яғни бізде өндіріс жоқ, бірақ табиғи байлықтарымыз көп. Яғни осындай бір мемлекетте, осындай бір елде көп жағдайда осындай бір халықтарға қандай бір билік келсе де, ол бәрібірде жемқор, жұтқыш, жауыз, қылғырт болады. Неге дегенде, егер де мысалға жаңағы бұл жердегі біздің елдің кірісі, мына біздің мемлекетіміздің кіріс көзі, негізгі қайнар көзі табиғи байлықтарымыз ғой, жаңағы мұнай нелер. Ол біреу жаңағы бір қатты қидалып, жаңағы Қытайлар сияқты 10 күн, 10 сағат күн түндемей жаңағы жұмыс істеп, зауытта отырып, тігін тігіп тапқан ақша емес та. Сол үшін жаңағы халықтың да көп бөлімі әлгі мына жер байлықтарын, табиғи байлықтарды менің байлығым деген сияқты сезіну әлі де жоқ. Бұл бір. Яғни бұл жерде талап қою жоқ. Екіншіден болса, біздің халқымыз өте жаңағындай мен байқағаным, өзін-өзі алдауға жатып алған. Біздің бәрімізде бар ондай нәрсе. Байқап қарасаңыз, өз-өзін алдайды. Яғни жаңағындай мысалға әсіре бір мақтанбайтын дүниелермен мақтану, ал енді ұят деп айтатын, жаңағы ұят деп айтпайтын нәрселерді ұят көру, ал ұят деп ұяттың астарында білген істеу деген сияқты. Бұл біздің халқымызда, және де біздің осы 30 жылдан бері қарай біздің осы орта осылай қалыптасып кеткен. Әрине жастардың көзқарасы бізде басқашалау, бірақ солай екен мен байқадым. Сосын енді бұндай жаңағы былайша айтқан кезде сана мынандай бір қалай айтамыз, салданған бір қоғамда ол қандай да бір басшы келсе де, басшы деген ол бір әулие емес, ол Құдайдың жіберген пайғамбар емес, ол идеалды емес қой. Ол басшы деген сенімен мен сияқты адам, пенде. Яғни бұл жерде ол қандай мынандай салданған қоғамға қандай да бір пенде келсе де, ол бәрібір де сол пенделік жаңағы арамдығына бет бұрады. Мысалға алып айтайық, өткенде тағы айтқанмын. Мына қазір енді көптеген мысалға еліміздегі мына жаңағы мына билік басындағы болсын, белі депутаттар болсын, сынайып жатырмыз ғой, ана кімді, например, Бекболат Тілеуханды жерден алып жерге саламыз. Өнеге мына соңғы кездеріндегі мына кім еді әлгі боксшы, ана бір жігіт